Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бүгін сіздерге өте дәмді әрі пайдалы тез уақытта дайын болатын осы салаттың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса лайк басып комментария қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Бұл салаттың жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Тез уақытта өте дәмді әрі пайдалы салат жасап үйреніңіздер. Бұл салатты жасау үшін бізге қажет болады. Менде қонақ күткен кезде әр кезде осындай көкөністер артылып қалады. Салат жапырақтары, светофор болгарский, қызанақ және де қияр. Оларды мен тастамаймын, барлығын пакетке салып, холодильникке салқын жерде ұстап сақтаймын. Және де осылай салат жасап үйдегілерге беремін. Бұны ешкім ойламайды, бұндай қалып кеткен көкөністерден жасалған деп. Өте дәмді салат шығады. Жасалу барысын қазір көрсетемін. Ең алдымен барлығын өзіңізге керек деп турап аласыздар. Және де чеснок керек болады, бір чеснок. Чеснокты үстіне осылай езіп, жақсылап тураймыз осылай, майдалап. Бұл чеснокты сотейникке 2 қасық май құямын. Менде бұл сотейнигім арнайы осылай майларды қыздырғанға, күйдіргенге арналған сотейник. Осының үстіне чеснокты саламын. Және де жақсылап қыздырамын. Сонда чесноктың дәмі қатты салатта білінбейтін болады. Енді ыдысты алып, үстіне туралған барлық салаттарды салып шығамын. Және де қыздырылған осы чеснок араласқан майды құямын. Ана чесногын ақпалында осылай болады. Енді татымына қарай тұзын қосамын. Бұрыш қосамын. Жақсылап араластырамын. Салатымыз дайын болды. Әсемдігі үшін бетіне осындай крем бальзамды құйып жіберемін. Және де осындай моцарелла бар еді. Бұны қосу міндетті емес. Менде бар болған соң қосып жіберіп жатырмын. Осылай салып шығамыз. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді салат болып шығады. Бұны ешкім қалған продуктіден жасалған салат деп ойламайды. Зато ешқандай ысырап болмайды. Міне салатымыз дайын.